Бір үйде әйел тырысып жүр, бірақ береке жоқ. Себебі бір нәрсе жетіспейді. Ол еркектің мінезі. Арман мен Гүлмира 3 баланың ата-анасы. Гүлмира үйде бәріне үлгереді, балаларға қарайды, үйді ұстайды. Ал Арман жұмыстан келеді де телефон, диван, достары. Үйдегі жауапкершілік оған әйелдің шаруасы сияқты көрінеді. Гүлмира іштей шаршады. Мен жалғызбын, күйеуім бар, бірақ тірегім жоқ деп ойлайды. Үйде мыналар басталды. Үнсіз реніш, суық қарым-қатынас, ұрыс, балалардың әкесінен алыстауы. Арман бәрін байқап жүр, бірақ еркектік намысы жібермеді. Мен ақша тауып жүрмін ғой, тағы не керек деген ой оған маза бермеді. Бірақ мәселе ақшада емес еді. Бір күні Арман әкесіне барды. Әкесі жай ғана айтты: ұлым, еркек тек табыс әкелумен бітпейді. Әйелге де балаға да тірек бола алмасаң, үй құлайды деді. Сосын әкесі мына бір 5 қасиетті айтты. Отбасын ұстап тұрған еркектің 5 мына қасиеті болу керек деді. Бірінші, жауапкершілік. Ер адам жауапкершіліктен қашпауы керек. Сылтау айтпайды, менікі емес демейді. Бұл менің отбасым деп тұруы керек. Екінші, сабыр. Ұрыс кезінде айқайламайды, қол көтермейді, ауыр сөз айтпайды. Нағыз күш өзін ұстай алу. Үшінші, қорған және қорғау болу. Әйелін сөзден, туыстың қысымынан, бөтен адамнан, қорқыныштан қорғау. Әйел өзін қауіпсіз сезінсе, береке көбейеді. Төртінші, құрмет. Әйеліңді сыйламасаң, балаң да сені сыйламайды. Құрмет ол тыңдау, пікірін ескеру, шешімді бірге қабылдау. Бесінші, үйге көңіл бөлу. Арман мына нәрсені түсінді. Ақша табу ол міндет, ал отбасына уақыт бөлу ол еркектік болып табылады. Арман үйге өзгеріп келді. Телефонды қоя бастады, баламен ойнады, Гүлмираға көмектесті, шай қойды, бірге серуендеді, сөйлесе бастады. Бір айдан соң Гүлмира күлімсіреді. Үй жылынды, балалар әкесіне жабысты. Береке қайта оралды. Отбасын әйел ұстайды дейді, бірақ шындықта еркек тірек болмаса, еш үй тұрмайды. Соңғы сөз: еркек болу айқай емес, еркек болу жауапкершілік. Сіздің ойыңызша еркектің ең басты қасиеті қандай қасиет болып табылады? Осы туралы пікіріңізді комментарийде жаза кетіңіз. Сонымен қатар видеоға лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Осындай өмірлік видеолар үшін каналға тіркеліп қойыңыздар.